бүгін өте бір қуанышты жағдай болып жатыр екен. Мына осы жылдың аяғында Қуат бауырымыз мына Алатау ауданында орталығын ашып жатыр екен. Жаңа мына Гүлсара, Роза апайымыз, Үміт апайымыз бәрі айтып кетті. Жаңа шынында да біз 1 жыл, 2 жылдан бері осы Алатау ауданында осы халықтың әлеуметтік мәселесімен үйлерді ұйымдастыру жағынан құрылған қоғамдық ұйымның ішінде комиссияда жұмыс істеп, біраз халыққа жұмыс істеп көмектестік. Сонда менің байқағаным, Қуат өзі сондай білімді заңгер, өзі мамандығы заңгер, сондай білікті, адал, мен өзім байқағаным. Содан мына бүгін мен өте қуанып қолдап келіп отырмын. Бәріміз осы қуанып қолдап келіп отырмыз. Енді Қуатқа не айтамын? Мына Барыс жылында бастаған ісі оңды болсын. Бұған жаңа айтып отырмыз, әдейі міне Барысты сыйлап отырмыз. Осы суретті бұл өзінің отырған орнының төріне іліп қойсын. Осы Барыс сияқты батыл болсын, айбарлы болсын, тәкаппар болсын, шыншыл болсын, тек қана халқы үшін қызмет етсін. Жаңа айтып жатыр, осы Алатау ауданында тек көбінесе қазақтар тұрады, 90-нан артық қанша, 99% қазақ тұрады десек, шатыспаймыз. Сондықтан Қуатқа тілейтініміз осы орталығы қазақ халқына тек жақсылық, табыс, береке әкелсін. Шында да ең біздің қазақ халқының ұтылып жүрген көбісі осы құқық қорғау жағынан көп ұтылып жүрген осы нағыз керек орталық осы ашылып жатқанда мен өте қуаныштымын. Ал енді Қуат бауырым, саған осы бәріміз саған сәттілік тілейміз. Жұмысың табысты болсын. Тек халық үшін қызмет ет. Бәріміз саған ризамыз, қуаныштымыз. Халықтың баласы